Үйлену тойы өмірімізге қуаныш пен бақытты сәттерді алып келеді. Ал біздің бүгінгі видеомыз мүлдем басқаша. Жалпы жас жұбайлар үйлену тойдың алдында фотосессияға түседі. Ал одан кейін үйлену той кезінде де суретке түседі. Сонымен қарсы алыңыздар үйлену той кезінде камераға түсіп қалған жұмбақ фотосуреттер. Кевин және Кристина есімді жас жұбайлар 2015 жылы үйлену той кезінде суретке түскен болатын. Сонымен қатар олар суретке қорқынышты нәрсені түсіріп алды. Суретте біз қара көзді кішкентай баланы көреміз. Олар бұл суретті көргенде бірден өздерінің Facebook парақшаларына салған болатын. Ғаламторда бұл сурет үлкен назарға ие болды. Олардың айтуы бойынша біріншіден суретке түсердің алдында ешқандай бала болмаған. Ал екіншіден оларда тіпті бала да болмаған. Сонда бұл елес бала кім болғаны? Бұл қорқынышты сурет Норвегияда Маргарет Мунның ескі фермасының алдында түсірілген болатын. Суретте біз ұзын қара көйлек киген және етік киген адамды көреміз. Фотографтың айтуы бойынша үйлену тойда ешкім қара киім кимеген. Және мен бұрын-соңды мұндай суретті көрген емеспін дейді. Енді мына суретке қараңыздар. Бұл кісінің есімі Маргарет Мун. Ол бұл сурет түсірілмей тұрып қайтыс болған болатын. Фотографтың айтуы бойынша мына суреттегі қара адам Маргарет Мунның елесі болуы мүмкін дейді. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Ол шынымен де Маргарет Мунның елесі ме? Бұл сурет туралы ақпараттар өте аз. Және бұл сурет үйлену тойда түсірілген болатын. Суретте біз таңғаларлықтай қара фигураны көреміз. Бұл жұмбақ фигура кім болуы мүмкін? Өкінішке орай бұл сурет туралы ақпараттар жоқ болғандықтан бұл суреттің нақты не екенін айта алмаймыз. Ал бұл сурет 2006 жылдың 15 шілдесінде түсірілген болатын. Суретте біз елес сияқты болып көрінетін бір нәрсені көреміз. Адамдардың айтуы бойынша бұл тұман немесе темекінің түтіні дейді. Расында сурет таңғаларлықтай көрінеді. Бірақ бұл суреттің шын немесе өтірік екені әлі күнге дейін белгісіз. Бұл фотосурет Англияның белгісіз бір ауылында түсірілген болатын. Фотосурет авторы бұл суретті көргенде өз-өзін әрең ұстады. Себебі суретке жақсылап қараңыздар. Суретте елеске ұқсайтын бір нәрсе көрініп тұр. Бірақ бұл елес қайтыс болған отбасы мүшесі немесе қандайда бір жолмен келген белгісіз бір рух болуы мүмкін. Бұл үйлену суреті қалыңдықты қорқытады. Өйткені суретте ол жерде қорқынышты клоун жасырылған. Әйел бұл суретті тек бір жылдан кейін көріп қатты таңғалды. Расында суреттегі маньяк шынайы емес. Ол жай ғана қалыңдықтың ағасы. Бір қызығы бұл сурет жылдар бойы құпия сақталады. Бірақ не себепті екені белгісіз. Бұл суретті үйлену тойда фотограф түсірген болатын. Суретке жақсылап қараңыздар. Арттағы ғимараттың балконында сапқа тұрған 12 фигураны көруге болады. Бұл сурет ғаламторға тез таралып және танымал суреттердің бірі болды. Фотографтың айтуы бойынша бұл бір үйлену тойында қандай да бір сұмдық рәсімдерді тойлап жатыр деп ойлап айтқан болатын. Негізінде олай емес. Бұл жай ғана киім немесе манекендер болып шықты. Сондықтан бұл суреттен қорқудың қажеті жоқ. Бұл сурет 90-шы жылдардың соңында үйлену тойда түсірілген болатын. Алғашқыда Марти мен Миссис бұл суреттен ештеңе байқамады. Тек 8 жылдан кейін олар суреттен қорқынышты нәрсені байқағандарын айтты. Суреттен біз Мартиннің сол иығында тұрған итті көреміз. Мартин сол уақытта нашақорлықпен күресіп жүрген кез еді. Яғни бұл фотосурет тәуелділікті тоқтату үшін берілген белгі деп санайды. Өйткені Мартин ол итті оған жабысқан жын-перілердің бірі екенін айтты. Бірақ уақыт өте келе Мартин бір шешімге келді. Яғни Мартиннің айтуы бойынша сол күні ит шынымен де болуы мүмкін дейді. Демек қорқатын ештеңе жоқ.
Бұл сурет 1972 жылы қазан айында түсірілген болатын. Суретте шамамен 4 қонақ түсірілген, яғни 4 адам түсірілген болатын. Бірақ суретке мұқият қарасақ, суреттен 5-ші адамды жасырын түрде көруге болады. Яғни 5-ші адам елес болуы мүмкін. Өйткені фотографтың айтуы бойынша ол жерде бейтаныс ешкім болмады. Сондықтан 5-ші адам елес немесе әруақ деген қорытындыға келдік. Оңтүстік Африкалық Иса есімді жігіттің үйлену тойында түсірілген бұл сурет жұмбақ болып көрінеді. Суреттен біз басы жоқ адамның камераға дұрыс түспей қалғанын көреміз. Әрине бұл камераның қателігі деп ойлаймын. Өйткені бұл сурет 100% жалған екені көрініп тұр. Сонымен достар, видео ұнаса лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.